Одан қала беріп бармасын. бәрінің баласын таниды. Иә. Қазір баланың баласы бір-бірін танымайды. Танымайды. Ағайындардың. Бір туған бауырлар. Иә, көшеде көрсе мен кейде таңқалам, көшеде көрсе танымай өтіп кете бере ме екен деп. Иә, тап солай. Қалай болады? Енді қараңыз, бұлар біз бармыз. Әй дейтін адам бар. Аны бір дәуір келеді, біз қастарында болмаған кезде. Сол кезде не болады? Сол кезде оған айдалада біреу. Мен сізге айтайын, соңғы біздің мына құдалықтарымыз туралы құда, жекжаттық, той томалақтың мәселесіне ең ұят болып жатқан біз достарды алып барып жатырмыз. Қазақ тарихында достарды алып бармаған. Құданың құдасын да апармаған. Бұл кейінірек, оны орта серіге бастағанда, кейінірек құданың құдасын қоса бастады. Енді мынау менің бірінші құдам, мынау екінші құдам деп таныстырып, амал жоқ құдалыққа баратын болды. Енді ол құдалар бірін-бірімен неге барады? Бақталастыққа барады. Сондықтан біз құдаларға осындай жат адамдарды қосып бара жатырмыз. Егер біз бұларды жаттарды жақындата беретін болсақ, онда екінші жағы бар емес па? Жақындар жат болып отыр ғой. Неге жаттарды біз жақындатып жатырмыз? Өйткені мынау вакуум тұр бізде. Соны толтырғымыз келіп тұр. Ол орын негізі бар еді, иесі бар оның. Бірақ сонда біз ағайын, нағашы, жақындарды орын жекжаттармен жапсақ, уже жекжаттан ары кетіп қалдық қой біз. Сонда бұл мен таңғалдым осы жуырда бір жиынға барғанда, сіз кімсіз, досымын дейді. Құдалықта. Иә. Кәдімгі сен бір туғандарың бар ма, сен бар дейді. Бірақ енді достарың келді. Қалай? Достар не үшін келеді? Достар тойын көтеріп береді, достар отын жарып беретін ерте кезде, достар қызметін жасап беретін, қызметінде болатын. Ал енді қазіргі қызмет барып қонақ болып, киіт киюде достар жүргені. Тағы да мынандай сөз, біз кәдімгі бір туған жан досым деп. Жан дос боламайды. Жан дос деген ол өмір бойы қасыңда жүретін адам емес, тойыңды көтеретін. Ол сенің қиыншылығыңда саған жәрдем беретін нәрсе. Бекер айтпаймыз ғой, дос қиыншылық алған кезінде достың есігін қақ, есік ашылмаса, есік ашылады, есік ашылмаса көзің ашылады сенің. Міне болды. Ал енді біз ағайынды бауырыңызды доспен жаппау керек.